Сәлем баршаңызға. Бүгін өте дәмді, жұмсақ турецкий десерт дайындайтын боламыз. Түрік тәттілері көбіне сиропты, сондай влажный дейміз ғой, сондай тәтті болып келеді. Және кремі де көп болады оларда. Ал бастайық, жұмыртқаларды жарып, үстіне қант қосып, ағарғанша миксермен араластыратын боламыз. Ванилин де қоссаңыз болады, бірақ ол өз қалауыңызша. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, алда өте көптеген рецепттер болады, соларды бірінші білу үшін. Жұмыртқамыз әппақ болып көтерілген соң, үстіне құрғақ ингредиенттерімізді себеміз. Ол ұн, какао және қамыр қопсытқышты бірге араластырып себеміз. Сосын кондитерлік лопатаның көмегімен жақсылап араластырамыз, бір келкі шоколадты масса шыққанша. Формамызды дайындап, формамызға шоколадты массамызды саламыз. Жұқа болса да шет-шетіне тигізіп жайып шығамыз. Құрамында қамыр қопсытқыш болғандықтан ол жақсы көтерілетін болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта піседі. Енді бетіне сиропын дайындаймыз. 1 стақан су, 1 стақан сүтті қосып, қантымызды салып, ыстық отта қайнағанша, қантымыз ерігенше араластырып отырамыз. Піскен бисквитімізді шанышқының көмегімен тесіп шығамыз. Сиропымыз тез-тез сіңуі үшін. Сөйтіп үстінен ыстық сиропымызды алып құямыз. Кішкене қалдырсақ, бисквитімізге өзі сіңетін болады. Енді кремімізді дайындауға кірісеміз. Сүтке қант қосып және де ұнды қосып, отты жағып, араластырамыз. Үнемі араластырып отыру керек, сонда құрамында ешқандай түйіршіктер пайда болмайды. Қоюланғанша, аппақ қоюланып крем болғанша араластырамыз. Кішкене суытып, үстіне жұмсақ сары майды саламыз. Сөйтіп миксермен воздушный крем болғанша араластырамыз. Сироп сіңген бисквитіміздің үстіне кремімізді салып шығамыз. Кондитерлік лопатаның көмегімен бетін түзулеп, пищевой пленка жауып бетіне, тоңазытқышқа 1-2 сағаттай қойып қоямыз. Крем бисквитімізге сіңіп, дәмі шыққанша. 2 сағаттан соң шығарып, бетіне шоколадты ганашымызды құямыз. Мен шоколадты ганашты ыстық сливкеға шоколадты қосып араластырдым ерігенше. Сосын 1 ас қасық сұйық май қостым. Порцияларға кесіп, сосын бетін әрлеуге кірістім. Мен бетіне кокос ұнтағымен кондитерлік шариктерді қолдандым. Кондитерлік вафельный шариктер. Бетін әрлеуді өзіңіздің фантазияңызға қалдырсаңыз болады. Құлпынай немесе малина қойып әдемі етіп әрлеуге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Құндызай.